бәрі қалжың. Мен сіздерді бір жағынан біз сіздерге риза болып отырмыз. Әдетте бізде Қазақстанда бір проблема бар, айтуға өзімізде ұяламыз. Біздің кейбір қазақтар өзіміздің ана тілімізді білмейді, қазақ тілін білмейді. Оны айтқан шығар сіздерге де, естіген шығарсыздар. Енді ұят та болса айтуға тура келеді. Жапонияда, Кореяда сондай нәрсе бар ма? Жоқ. Жапон тілін білмейтін жапон бар ма? Біреу болса да, біреу, ең болмаса біреу болса да. Ешкім жоқ. Кореяда шы? Иә, ол жоқ. Сіз жапон тілінен бастап оқыдыңыз. Ағылшын тілін қай сыныптан бастап сізге берді? Мектепте бірінші сыныпта. Бірінші сыныптан бастады ма сіздерде? Ну, кішкене. Азаздан? Иә. Азаздан. Қай сыныптан бастап көбейтті? Көп 6-шы сыныпта. 6-шы сыныптан көбейтті. Оған дейін жай ойын түрінде ғана үйретіп жүрді. Жай ойынып, ән айтып. Ән айтып ойын түрінде. 6-шы сыныптан бастап көбейтті. Сосын кейбір пәндер сіздерде ағылшын тілінде жүрді ма, жүрген жоқ па? Мектепте ма? Иә. Мектепте сондай жоқ. Тек, сабақ тек жапон тілімен. Тек қана жапон тілінде? Иә. Кореяны білгім келеді. Жапониямен ұқсас бірақ кейбір айырмашылық бар. Мысалы? Мысалы, Кореяда 10 жастан бастап ағылшын тілін үйрену керек. Бірақ кішкене бала кезінен бастап балабақшада ана атасы ағылшын тілін үйрететін балабақша таңдау мүмкін. Мүмкін. Ол өздері таңдау мүмкін. Бізде де бар, бардай ағылшын тілін үйрету мүмкін. Бірақ әдетте мектепте 10 жастан бастап қана ағылшын тілі ақырындап үйрене береді. Иә. Көңілім толып отыр. Жақсы қыздар, рахмет. Басымды ием алдарыңызда. Осы 6 айдың ішінде осылай тілді меңгеріп, осылай сөйлеп отырғандарын қандай үлгі. Енді